Америкада дәл қазір міне президенттік сайлау болуға санаулы ғана күндер қалған кез. Ол Америка халқының тағдырын ғана емес, анау ұрыс алаңында кескілесіп, бірін-бірі турап жатқан, отқа орап, ажалға бөктіріп жатқан орыс пен Украинаның тағдырын шешеді. Және соңғы 2-3 ғасыр бойы орыстың тепкісін көрген, қанадай қырылып, тек алтынғы ғасырдың өзінде 5 мәрте геноцидке ұшырап, миллиондап қырылған қазақ халқының да тағдырын шешеді. Қазақ халқының тағдырын шешкен сәтте, сонымен бір уақытта тарихтан бері қазақтардың қалқасында орыс тепкісінен аман келіп қала жатқан Орта Азиядағы басқа бауырлас халықтарымыздың да тағдырын шешеді. Демек, міне алда келе жатқан қазан шын мәнінде бүкіл адамзат үшін алғанда демін ішіне тартып, соңғы нәтижесі не болады екен деп күтетін таңғажайып бір ай болмақ. Қазан аяқтай салып қараша келген кезде бүкіл дүниеде тың бір өзгеріс болуы бек мүмкін. Бұл көз алдыңызға бейне Еуропада Германия өңмеңдеп, солтүстік Еуропаны, батыс Еуропаны, шығыс Еуропаны қидай жалмап, Африканың өзінде жеңіске жетіп, бүкіл дүние жүзі Германия, Италия, Жапония үш фашистік елінің бөлісіне түсіп тұрған сәтте Еуропада екінші майдан ашыла ма, ашылмай ма, Америка соғысқа кіре ма, кірмей ма деп бүкіл жер бетіндегі адам баласы асыға күткен сол бір сәтті еске алады. Германияның ақылмандары сол заманда Америка соғысқа кіреді деп күні бұрын шешіп те қойған. Гитлердің маңындағылар Америка өзіне жан керек болса соғысқа кірмейді деп те ойлаған. Ортадағы делдалдар арқылы Америкадан аларын алып отырған Германия Америкаға ақша болса болды деген түсінікке де ие еді. Дәл осындай сәтте белгісіз жағдайда Нормандиядан құрлыққа шығып, бүкіл Еуропа алаңындағы соғысты өзгертіп жіберді. Германия содан бастап жеңілді. Германияның жеңілуі бүкіл адамзат тарихындағы үлкен өзгерістерді тудырды. Оны қайталап айтпасақ та болады. Дәл қазіргі кез 2024 жылдың міне қыркүйегінде біз дәл қазір осындай бір оқиғаға тап келіп отырмыз. Міне уақытты айта кетейін. Дәл қазір бізде 24 қыркүйек 24 жыл. Міне Американың шығыс уақыты бойынша түскі сағат 12-ден 53, сіздердегі бойынша 24 қыркүйек кешкі сағат 9-дан 53, 10-ға 7 минут қалған кез. Ендеше лекциямызды ары-бері жалғастырайық та, өте маңызды бір деректерге қысқаша шолу жасап, ары қарай болжамымызды айтайық. Бірінші дерек. Соғыс алаңынан өте таңғажайып жағымды жаңалықтар келіп жатыр. Енді мен әне жерде орыстың анаусы жарылыпты, мына жерде мынаусы жарылып деп ұсақ-түйек хабарларға қазір тоқталмаймын. Мен ең маңызды деген деректерді айтамын. Сіздерге осыдан бәлен ай бұрын айтқан орыстың өзі ең соңғы теңіздегі жалғыз мақтаулы жаңағы ұшақ таситын кемесі бар еді. Ұшақ таситын кеме дегенді сіздер мына соғыстан көп хабар жоқ қарапайым қазақ түсінбеуі мүмкін. Ол кәдімгі авиа тасығыш, A-carrier дейді. Естеріңізде болса, мен Калифорнияда жүрген кезімде анау бір дәу алып кеменің ішінде де сыртында да жүріп бір лекция сөйледім, естеріңізде болса керек. Анау сүйісу харам ба дейтін бір лекциям бар, естеріңізде болса керек. Сонда жаңағы дәу алып кеменің ішінде, ішкі жағында, жабық жақта тұрған бір өз кеме толы қалың ұшақтарды көрсеттім. Жойғыш, бомбалаушы ұшақтар, жет ұшақтар жаңағы. Сосын кеменің үстіңгі ашық алаңында тұрған бәлембай дана ұшақтарды көрсеттім. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Американың бомбалаушы ұшақтарды таситын алып кемесі. Бұл кеме, жаңағы алып кеме бір өзі бәленбай дана бомбалаушы жойғыш жеңіл типтегі ұшақтарды тасып, жер шарының жаңағы өзі қалаған жеріне барады. Сосын ұшақтар сол кемеден ұшып барып, жаңа жаудың бомбалайтын жерін бомбалап, жаратын жерін жарып, өртейтін жерін өртеп, содан сол жаңа кеменің беті әуежай. Яғни ол жылжымалы әуежай деген сөз. Соған келіп қонады, жанармайын, қару-жарағын салып алып, тиеп алып, қайтадан ұшып кетеді. Міне ұшақ тасығыш деген осы. Бұл әлемде аса су саласында, мынау теңіз мұхит саласында өте жоғары дамыған елдерде ғана бар зат. Енді қазақтарда ол жоқ, сөздің шыны, Қазақстанда ол жоқ. Енді бұл орыста өзі осыдан біреу ғана қалып еді. Оның өзі аты адмирал Кузнецов болатын. Бұл Кузнецовты мен
басынан сорарылмаған Кузнецов деп оның жаңағы өңдеу жөндеу жұмыстары кезінде діңгегі құлап, одан бәлен адам өліп, өзі сол зауыттан шықпай жатып, соры қалың, жолы болмаған Кузнецов болғандығын бір ажуалап бір лекция сөйлеген. Білмеймін, жарты жыл ма, бір жылдың алдында сөйледі. Сол енді сол Ресейдің соңғы адмирал Кузнецов әуе тасығышы сөздің шынында бұны Қара теңізден жөткеп алып кетіп, орыстар өзі тығып қойған енді. Тек көрер көзге жаңағы. Ештеңкеге жарамайды, бірақ әшейін сыртын жылтыратып, бізде міне ұшақ тасығышымыз бар, енді алда жалда бұны қолдансақ Украинды тасталқан қыламыз деп орыстар мақтануға ғана қойып қойған еді. Енді қазір соны ресми түрде окей, сау бол енді. Сен әшейін темірсің. Енді Қытайға сатып жаңағы сені металломға өткізу керек деп, ондағы қалың әскерлерін мынау Украинаның алдыңғы шебіне жіберді. Енді өл жердегі ол әуе тасығыштағы бұл Кузнецов, ондағы адамдар жай адамдар емес, бәрі жоғары дәрежелі әскери дайындықтан өткен, жай қолына пулемет ұстап алдыңғы шепте жүретін, ет турағышқа тіке кететін, жаңа соғымға дайындалған семіз жылқылар, сиырлар сияқты емес қой енді ол. Ол енді кәдімгідей оны алдыңғы шепке жіберді. Бұл деген сөз Ресей қазір міне теңіздегі соңғы мүмкіндігінен айырылды. Жұрттың бәріне белгілі, Ресей неге Қырымға таласты, неменеге өз кезінде Хрущев беріп тастаған Қырымға неге Путин таласты Ақкөк дегенде біз 100 мәрте айттық. Ресей жылы теңіз порты жоқ ел. Дүниедегі алып державалардың ішінде жылы порты жоқ елдің біреуі осы Ресей. Оған жаңағы жыл 12 ай қатпайтын порт керек. Оның тауарын тасып тұруға, одан тауар келіп тұруға, керек жарақ анау мынау. Себебі ауямен тасу қымбат тұрады, темір жолмен тасу үнемі жаңағы ол да қымбат тұрады. Оған осындай қатпайтын порт керек. Және ашық теңізге шығатын қатпайтын порт керек. Сондықтан Ресей Қара теңізге жаңағы таласып тұрады. Бірақ Қара теңізге деген талас анау екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде де, тіпті Осман Түркі империясы құламай тұрған кездің өзінде де бұл Қара теңізге талас Германия, Осман Түркі империясы, Англия, Ресей бұлардың ортасындағы ең бір түйінді маңызды таластар түйіні болған. Енді дәл қазір осы ғасырдан ұзақ уақыт, тек біз өзіміз соңғы тарихи мәні маңызы жоғары дейтін соңғы бір ғасырдан артық уақытқа көз жүгіретін болсақ, Ресей міне соңында адмирал Кузнецовын істен шығарып, қошаман бол теңіз деп кетті деген сөз. Ойламаңыздар, Ресейдің бір кемесі істен шығыпты деп. Жоқ, бұл деген сөз, бұл бір тарихи дәуір бөлгіштік сипатқа ие оқиға. Ресей теңіз саласында біттім деді. Теңіз саласында міне біттім деді. Теңіз арқылы енді әуе тасығыштары жоқ. Ресейдің жаңа бомбалау ұшақтары енді жаңа кемеге тиеліп, әлемнің қалаған жеріне барып, сосын қалаған жерін бомбалайтын мүмкіндікке ие емес. Бірақ Ресейде сүңгуір кемелері бар, білесіздер, енді ол бөлек әңгіме. Бірақ сүңгуір кемеге, білесіздер, жаңа бомбалау ұшақтарды тие алмайды. Ол жағы тағы бар. Ода жаңағы жылжымалы әуежай сияқты оның төбесіне сүңгуір кемеге жаңа ұшақтар келіп қона алмайды, ұшақтар келіп жанармайын тиеп ұша алмайды. Ол сүңгуір кеменің функциясы бөлек, әуе тасығыштың функциясы бөлек болады. Бұл бірінші жағымды жаңалық. Екінші жағымды жаңалық. Мынау ресейлер мақтанатын Сармат дейтін зымыран бар еді. Ойбай, Сарматта Сармат дейтін. Енді жұрттың бәріне белгілі, бұл Сармат, Сарт деген осы Орта Азиядағы парсы текті, түркі текті халықтардың ортасында тарихта дау талас тудырып жүрген, біреу парсы текті, біреу Сарт текті деп, яғни Иран текті деп жүрген тайпалардың аты. Біздің қазақтарға ең түсініктісі Сарттар, қазақ айтатын Сарт садағам дейтін сол Сарт. Өзбек өзағам дейтін сол өзбек өзіміздің жаңағы кешегі көшпенді бауырларымыз еді. Бүгін сол Сарттың тілінде сөйлеп кетті. Қоспа тілде жаңағы 70-80% ирандық парсылық тілде сөйлеп кетті. Сол Сармат деген ескі тайпалардың бірісі Сармат деген атпенен Путин өзі арнайы атын қойған зымыраны тасталған болды. Оны ешкім тасталған қылған жоқ. Технологиялық ақауларына байланысты сол зымыран ұшатын жерінен ұшпай жердің астынан әуеге көтерілетін кезінде атылған, жерде тол үңгірі қалған. Қазір ғалымдар, барлаушылар, мамандар сол Сармат зымыраны жердің астында жарылып кетті деп отыр. Бұл аса жағымды жаңалық. Білесіздер, орыстар өздерінің озық қаруларына түркілік ескі көшпенділердің аттарын бергішіз. Сармат зымыраны, мысалы, Искандер зымыраны, Кинжал, қанжар зымыраны дейді. Бұл Путиндегі бір синдром. Путин өзім Алтын Орданың отары болдым дегеннен гөрі, мен Алтын Орданың мұрагермін деуге қарай жақын
адам. Сөйтіп, мысалы, кезінде біз Шыңғысханның отары болдық дегенде Қытайлар өзгертіп, тонын теріс айландырып, Шыңғысхан жаулап алған жердің бәрі Қытайдікі деп, осы кезде бет аузы қисаймай тұрып өтірік тарихты жазып оқушыларына соны оқытып жатқаны сияқты, орыстарда Алтын Орданың отары болдық деп емес, біз Алтын Орданың мұрагеріміз деген сияқты әңгімені айтқысы келетін сияқты. Бұл енді империяшылдардың, имперлік пиғылмен ауыратындардың тарихи шындықтарды шетке ысыра отырып, өзінің надан тобыр халқын оқытатын, миын жуатын, және ертеңгі озбырлық, шапқыншылық, қанішерлік бағытқа қарай бағыттайтын өздерінің бір ескі, кәнігі, дағдылы тәсілдері. Анау қаруларына қойған атына қарап айтқанымыз ғой. Бұл екінші жаңалық. Енді үшінші ескілеу жаңалық. Мен міне лекция сөйлемей таутаста жүріп кеткеніме де біраз уақыт болды. Бұл үшінші жаңалық. Ресейдің ең үлкен қару-жарақ қоймасы жарылды. Бұл қару-жарақ қоймасы 3 күн қатарынан жарылды. Бұл қару-жарақ қоймасы жарылғанда тіпті ол жер сілкінісіне пара-пар болды. Жақын жерлердің есептеуінше 3-1 балл, алыс еуропалықтардың есептеуінше 2-1 балл жер сілкінісіне тең жер сілкініс болды. Және жер сілкінісінің ұқсамаған жерде жарылыс болуына байланысты оның эпицентрлері де бөлек-бөлек болды. Бұл қару-жарақ қоймасының соншама қатты жарылғандығының белгісі бұл жерде Ресейдің Ираннан алған шахид зымырандары, солтүстік Кореядан алған снарядтары, тағы басқа зымырандық қарулары, қанатты ракеталар, тағы басқа Ресейдің бәленбай тонна оқ-дәрілері болуы мүмкін дейді. Енді бұл қару-жарақ қоймасының жарылуы енді қазір сөздің шыны Путин үшін алғанда енді өте ауыр соққы болды. Дәл осы кездегі соғыс тарихында Курскіні басып алу Путин үшін алғанда ең ауыр соққы болған болса, украиндердің Курскіні басып алуы, енді Ресейдің ішкі жағындағы ең үлкен қару-жарақ қоймасынан айырылып қалуы ол 2-3 мәнге ие. Біріншісі, бұл алыс жердегі Ресейдің ішкі жағындағы бұл құпия қару-жарақ қоймасын олар қандай қарумен жарды? Англияның қаруымен ба? Германияның қаруымен ба? Жоқ, Американың атакмыс, яғни ATACMS қаруымен ба? Хаймарспен ба? Бұл таңғажайып. Жоқ, F-16-мен келіп жарып кетті ма? Міне. Бұл кәдімгідей Ресей үшін алған кезде үлкен бас ауруға, Путин үшін алғанда үлкен қайғыға айналды. F-16-ны тек Украин территориясын қорғайсың деген. Демек F-16 ұшып сол жерге дейін барып жүрме. ATACMS-ті де тек Харковтегі орыстар қынадай қырып украиндерді тоқтатпаған кезде Байден шалдың жаны ашып, сол Харковтың маңында басып алынған Украин жерінде ғана қолданасың деп рұқсат беріп еді. Алсаралыққа ұшатын еуропалық, америкалық қаруларға тек орыс басып алған Украин жерінде орыс шабуылын тойтаруға рұқсат берген. Бірақ сол басып алынған жердің арғы жағындағы Ресей жерінде тұрып ұшатын орыстың әуе базаларын бомбалауға рұқсат бермеген. Яғни орыс өз жерінде тұрып ұшағын емін-еркін Украинды бомбалауға жіберсе, онда окей. Бірақ орыс басып алған Украин жерінде қолдансаң болады деп қойды. Былай қарасаң, бұл Путинге бір тиімділік беріп қойды. Путин алдыда еш уайымсыз, қайғысыз, бір шекара сызығының ар жағында, яғни дәстүрлі ежелден Ресей жерінде тұрған бір аттам жердегі орналасқан әскери базасынан ұшағын ұшыра береді. Украиндердің көзі бақырайып тұрады, қолында Американың қару бар. Ана шекараның ар жағындағы орыстың әскери базасына, әуе ұшақтар базасына, қару-жарақ базаларына оқ ата алмайды. Бірақ олар Украинның қаруы шекарадан ары ұшуына рұқсат жоқ. Ал орыстың қаруының шекарадан аттап өтіп Украин жерін бомбалауына рұқсат болыпты. Осы тиімсіз жағдайда орыстың ең үлкен әскери қару-жарақ қоймасының жарылуы осы Америка мен Еуропа бір ойын ойнап, Украинаға рұқсат бермейміз деп отырып, орыстарды алдау сұратып отырып, орыстың ең талмау, ең жанды жерінен ұрып отырған жоқ па деген күмән тудырады. Бірақ қанша айтқанменен мылқаудың кебін киген Путин ине жұтқан ит құсап ішінен ғана тынып отыр. Оның айтарға дерті көп болғанмен тыңдар құлақ болмай тұр. Бірақ бөрі арығын білдірмес, сыртқа жүнін қампайтар дегендей, Путин бәрібір Медведеві бар, Песковы бар. Бұлар өздерінің атом қаруын айтып, қоқан-лоққы жасауынан еш уақытта тайған емес. Дәл осындай бір кілтең сәтте Зеленский Америкаға сапарлай қалды. Зеленскийдің Америкаға сапары не мақсатта?
Жұрттың бәрі ойлайды, Зеленский отыра қалып алақан жайып аңырап жылайды деп. Көз алдыма баяғыдағы қазақ хандығының дипломаттары, сол замандағы атқа түйеге мінген дипломаттары Осман Түркі империясына барып, Қызылбасқа барып, жаңағы от қару сұрап жалынған сол бір сәт елестеп кетеді. Өкініштісі, қазаққа орыс шабуыл жасаған сол сәтте қазаққа ешкім сол заманның ең үздік қаруы зеңбіректі берген жоқ. Ең үздік қару сол заманда зеңбірек. Сол замандағы зеңбірек осы күнгі Украина әрең қол жеткізген F-16, F-35. Тіпті керек десең зымырандық қару, керек десең сол заманның жаңағы F-35, керек десең сол заманның атом қаруы. Бүкіл соғыстың тағдырын қару-жарақ шешеді, естеріңізде болсын. Шыңғысханды Шыңғысхан қылған атқа сүйретіп алып кететін сүйремелі зеңбірек болды. Сол замандағы зеңбірек Орта Азияның қала қорғандарының тас-талқанын шығарып, Шыңғысханның әскерінің аяғын анау Египетке дейін жеткізгендігін білесіздер. Енді қазіргі заманда дағы әңгіменің өзегі түйіні қаруда тұр.